саламатсыздар ма? 3 сынып оқушылары. Бүгін дүниетану сабағынан ТЖБ тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші нұсқа. Бірінші тапсырма. Дұрыс жауапты белгіле. Ауа райының жыл бойы қайталанып және жүйелі ауысуын не деп атайды? Ауа райының қайта қайталанатын бізде табиғи құбылыс деп атайды. Жаңбырдың жаууы, әртүрлі табиғаттың қар жаууы, күннің шығуы деген сияқты көптеген табиғат құбылыстарын бұны табиғи құбылыс деп атайды екенбіз. Және сипаттамасы бойынша климаттық белдеудің түрін анықта дейді. Жазы қысқа, ал полюстің ортасына жақын тұстарын мәңгілік мұздық басып жатады. Бұл полярлық екен. Яғни полярлық белдеу. Жақсы. Екінші, адамдарға қандай жерлерде тұру қолайлы? 2 мысал келтір. Бірінші, климаты қолайлы аймақтарда, табиғат байлығы мол жерлерде, өзен жағалауларында, топырағы құнарлы жерлерде, ауыл шаруашылығымен және мал өсірумен айналысуға қолайлы жерлерде тұруға болады екен. Адамдарға ыңғайлы болып келеді екен ол. Біз 2 мысал емес, бірнеше мысал келтірсек болады екен осылай. Жарайсыңдар. Келесі 3-ші, табиғат аясына демалысқа шыққан кезінде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? Сурет бойынша 2 ереже құрастырып жаз. Міне бізде 2 сурет берілген балалар. Бірінші суретте балалардың аяғын ауыртып алған. Көрдіңдер ғой, бұған табиғат аясына саяхатқа шыққанда үлкендердің рұқсатынсыз алысқа кетуге болмайды. Себебі әртүрлі жағдайға тап болуы мүмкін, құлап қалуы мүмкін, қолын аяғын ауыртып алуы мүмкін. Жақсы. Екіншісі, сіріңкемен, отпен ойнама. Үшкір заттармен ойнауға, ағашқа шығуға болмайды. Егер отпен сіріңкемен ойнайтын болсақ, өзіміз күйіп қалуымыз мүмкін. Және ол табиғат аясына шыққан жерімізді өртеніп кетуі мүмкін. Және үшкір заттар қолымызға кіріп кетуі мүмкін. Ағаштарға көбіне жақындамаған дұрыс. Мініп үстіне шығуға болмайды, себебі құлап кетулері мүмкін. Түсіндіңдер ғой, балалар? Сондықтан қауіпсіздік ережелерін сақтап жүру керек. Қай жерде болсаңдар да үлкендердің ақылын тыңдау керек. Жақсы. Келесі 4-шісі, мереке атауларын олардың түрімен сәйкестендір. Конституция күні. Конституция күні бұл бізде мемлекеттік мереке. Наурыз мерекесі. Наурыз бұл ұлттық мереке. Тәуелсіздік күні бұл да мемлекеттік мереке. Ал дәрігерлер күні бұл кәсіби мереке. Яғни мамандық иелерінің мерекесі кәсіби мереке. Жақсы. Келесі 2-ші нұсқа. Біз 1-ші нұсқаны аяқтадық. 2-ші нұсқа. Суретте бейнеленген климаттық белдеулердің атауын жаз. 1-ші суреттегі, яғни тропиктік белдеу болып саналады. Ал 2-ші суреттегі полярлық белдеу. Жаңа 1-ші нұсқада айтып кеттік қой, полярлық белдеу деген ол жазы қысқа болады және мұздықтардың қатуынан болған белдеуді полярлық белдеу дейміз. 2-ші сурет бойынша өрт кезіндегі өзін-өзі ұстау ережесін жаз. Мына суретте өртеніп жатқан үйлерді көрсеткен, жерлерді көрсеткен. Түтіннің арасынан еңкейіп, тізерлеп немесе бүк түсіп өту керек. Түсіндіңдер ғой? Киімдерді сулап, басыңа жейде немесе мақтадан тігілген киім кию керек. Жамылғымен, мұрын мен ауызды жабу керек. 101 номеріне хабарласып, өрт шыққаны туралы хабарлау. Тоқ көздерін ажыратып, газ құбырларын жабу. Яғни тоқ көздерін ажыратып, газ құбырларын жабу бұл үлкен ата-анамыздың ісі. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын, балалар. Енді келесі 3-шісі суретке мұқият қара. Табиғи ортадағы демалыс кезінде балалар қандай қауіп-қатерлерге кездесуі мүмкін? 2 мысал келтір дейді. Мына суретте балалар табиғи демалысқа шыққан екен. Жеуге болмайтын саңырауқұлақты теріп жеулері мүмкін. Көрдіңдер ме? Жабайы саңырауқұлақ, яғни ол улы болуы мүмкін. Соны теріп жеуі мүмкін. Суға батып кетуі мүмкін. Олар
кішкентай болғандықтан ағысқа қарсы жүзе алмайды. Жеуге жарамайтын жидектерді жеп қоюы мүмкін. Олар қандай жидек пайдалы немесе пайдасыз екенін білмейді. Сондықтан оны жеп қоюы мүмкін. Оттан өрт шығуы мүмкін. Олар өз еріктерімен от жағатын болса, одан үлкен өрт шығып кетуі мүмкін. Егер араның ұясына тиіссе, аралар шағуы мүмкін. Балалар ойнап жүрген кезде табиғи ортада демалыс кезінде ойнайды. Балалар әртүрлі доппен ойнайды, доп алып шығып. Сол кезде егер қызығып кететін болса, жаңағы ағаштарда ілініп тұрған аралардың ұясы болуы мүмкін. Немесе басқа жерлерде араның ұясы болса, оны бұзып алса, аралардың шағу қаупі бар. Жақсы, 4-ші суреттерге мұқият қара. Суреттегі мерекелердің атауын жаз. Бірінші мереке бізде Наурыз, ұлыстың ұлы күні Наурыз. Екінші мереке Қазақстанның бірлігі күні 1 мамыр. 1 мамыр бұл ұлттардың мерекесі. Әртүрлі ұлттардың, Қазақстанда тұрып жатқан ұлттардың барлығымыздың бірлігіміз күні. Келесі 1 маусым балаларды қорғау күні. Одан кейін 30 тамыз Конституция күні екен. Жарайсыңдар балалар. Енді бізде ТЖБ тапсырмалар аяқталды. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар балалар.